Саламатсыздар ма оқушылар? Мен Қожахметова Айнұр Самылхановна, Ақтөбе қаласы нөмір 60 жалпы білім беретін орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы алтын адам. Сабағымыздың мақсаты Қазақстан тарихындағы ең танымал археологиялық қазба алтын адам. Алтын адамның сипаттамасы, мазары туралы мәліметті кеңейте отырып, тарихи жәдігерлерді, құндылықтарды бағалай білуге тәрбиелеу. Оқушылар, назарыңызды бейне жазбаға аударайық. Осынау ғажайып ескерткішке ғалымдар мен көне бұйымтанушы жаңғыртушылар жарты ғасырға жуық уақыт зерттеу жүргізіп келеді. Бірақ оның құпия сыры әлі де толық ашылған жоқ. Сақ заманның адамдары өзінің мақсат мұратын, қоршаған дүние туралы таным түсінігін әртүрлі таңбалар, жан-жануарлар бейнесінің әлемі арқылы білдірген. Яғни алтынға малынған киімдегі әрбір заттың тек әшекей ғана емес, айтатын ойы, беретін мағынасы бар. Әлем халықтарының назары ауған бұл ескерткіштің сақ дәуірінің бүгінгі ұрпаққа қалдырған аманатына бір сәт назар аударалық. Алтын адамның бас киімі әлем тарихындағы сән салтанатқа толы киімдердің ішінде өзінің қайталанбас болмысымен көзге ерекше шалынды. Мамандар кезінде осы бас киім туралы әртүрлі пікірлер, ғылыми болжамдар айтып келді. Бас киімдегі алтыннан жасалған таңбалар мен жан-жануарлар бейнелерінің орналасу жүйесі көрерменді жаратылыс әлеміне еріксіз жетелеп ала жөнелді. Алтын адамның кім екені туралы көптеген болжамдар айтылды. Ол жасөспірім бозбала, тіпті әйел адам деген пікірлер де болды. Жарты ғасырдан бері ашылып жатқан соңғы ғылыми деректер мен жаңалықтар негізінде алтын адам патша деген қорытындыға келдік. Қырым Алтынбековтің пікірі бойынша патшаның қолында билік белгісі болған. Алтын адам табылғалы бері қазақ археологиясында көптеген жаңалықтар ашылды. Қыруар мәлімет жиналды. Алтын адам тану әлі аяқталған жоқ. Соңғы жылдары Алтайдан табылған заттар тоңның арасында шірімей, қаз қалпында сақтаулы тарихтануда көптеген мәселелердің бетін ашты. Ол заттар ұлы даладағы келешек археологиялық қазбалардан табылған ескерткіштерді зерттеуде бағдаршам болатыны сөзсіз. Ақ білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен дүниенің төрт бұрышына түгел ат шалдырған ата-баба тұрмысы, олардың күнделікті тіршілікте қолданған таңбаларының біразі күні бүгінге дейін жетті. Ол таңбаларға қарап отырсақ, күні бүгінге дейін ештеңе өзгермеген. Алтын адамның маңдайындағы қосу мыңдаған жыл бабаларымызға баспана болған киіз үйдегі шаңырақта да қайталанып тұр. Бұл көне заманнан келе жатқан мәңгілік елдің белгісі деген ойдамыз. Жазбаны қарап ойымызды жүйелеп болсақ, оқушылар, алтын адам мәліметіне құлақ салалық. Алтын адам Есік қаласында табылған сақ жауынгері. Біздің еліміздің басты символына айналды. Бұл адамның жасы 16-18 жас шамасы, ал бойы 165 сантиметр болған. Табылған қорған ерте темір дәуіріне, біздің заманымызға деген 7-8 ғасырларға жатады. Зерттеушілердің айтуынша, бұл жерлерде сақ тайпалары өмір сүрген. Зиратта 4000-нан астам алтын заттар, қылыш, қыштан жасалған 31 ыдыс, күміс табақтар, ағаш қасық, қола айна болды. Ғалымдар алтын адамның қалай қайтыс болғандығын анықтады. Оның арқасына пышақ немесе қылыш соққысы жасалған. Оның бас киімінде 4 жебе бар. Бұл әлемнің 4 жағын және олардан билеуші әулетке жататындығын білдіреді. Күміс ыдыстағы жазбалар қай тілде жазылғаны әлі күнге дейін белгісіз. Зиратта табылған адамның қалдықтары әйелдікі болуы мүмкін. Биіктігі 70 сантиметр бас киім сәукелеге өте ұқсайды. Жауынгердің саусақтарында 2 сақина киілген. Сақинадағы суретте ежелгі күн құдайы Митра бейнеленген деген ақпарат бар. Сондай-ақ Нью-Йорк қаласының мұражайында осы археологиялық табыстың көшірмесі табылды. Оқушылар, алтын адам туралы алған білімімізді енді жұмысымызбен жалғастырамыз. Әдеттегідей, қазір сіздерге сәйкестендіру
кестесі беріледі. Алдарыңызда көрсетіліп тұрған сөздерді қарап сәйкестендіріңіздер. Сәйкестендіріп, өздеріңіздің жауаптарыңызды мына слайдқа шығарылған жауаппен салыстырып көріңіздер. Келесі тапсырмамыз аяқталмаған сөйлем әдісі. Яғни алдарыңызда берілген сөйлемнің соңын өз ойларыңызбен жалғастыруға немесе берілген мәліметтермен толықтыруға болады. Үй тапсырмасы. Үй тапсырмасына оқушылар есік обасынан табылған маңызды 3 затты аласыз. Соған 3 затты таңдауларыңыз бойынша алғаннан кейін сипаттап жазасыздар. Немесе слайдта көрсетілген суреттерді қолдануға болады. Оқушылар қосымша материалдарға сілтеме бейне жазбаның сипаттамасында көрсетіледі. Алып қолданып, жүйелі сабақ оқуларыңызға септігін тигізеді. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.